Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және студенттер. Мен Маңғыстау өнер колледжінің формалы аспаптар пәні бойынша оқытушы. Есімім Оңғар Есенұлы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз үй жұмысына берілген тақырыбымыз сүгірдің күйі бозінген. Бұл домбыраға лайықталған күй болғандықтан біз сол аспапта, домбыра аспабында орындалған нақышты сақтай отырып, ксилофон аспабында орындап көреміз. Және де екінші жаңа тақырыбымыз ол Арам Хачатурянның Каене балетінен Лезгинка биі. Бүгінгі сабақта қаралатын студент Маңғыстау өнер колледжінің 3-ші курс студенті Нұрсұлтан Дәулет. Бүгінгі саған берілген Дәулет үй тапсырмасы сүгірдің күйі бозінген. Сен сүгірдің өмір баяны туралы не білесің? Кішкене тоқталып өтсең. Сүгір 1882 жылы Түркістан облысында дүниеге келген. Ол өте керемет композитор, күйші болған, және де ол төкпе және де шертпегілерді өте керемет орындайтын болған. Бәрекелді. Қандай шығармаларын білесің? Тел қоңыр, ілме, ақжелең, қосбасар сияқты күйлер бар. Бүгін біздің орындағалы жатырған өзінің үй тапсырмасына берілген бозінген күйдің өзінің тарихы бар. Бұл бозінген күйінің тарихының бірнеше нұсқасы бар. Сен соның қай нұсқасын білесің? Бозінгеннің ерте заманда бір ауылда жұт болған, және сол жұтта бір ауылда тек бір бозінген болған түйе. Және де сол ауылдың тек сол ауылға қарап тек күнін көріп отырды. Және бір күні бозінген түйе иірмей қалады. Сосын бүкіл ауыл шошып, сосын бір ауылдан, көрші ауылдан күйшіні шақырады да, күйшіге осы ауыл түйенің идіру үшін қызын беремін дейді, егер орындап идіріп берсең. Сосын күйші тұрады да, күйін ойнаған кезде түйе иіріп қояды. Бәрекелді. Ал енді осы шығармаға кішкене тоқталып өтейік. Орта темпте маған соның бас жағынан бастап ойнап берсең. Баста. Бірінші нұсқасында басында ойнаған кезімізде бірінші мынау фасоляси. Оны барынша фортамен ойна. Екінші рет ойнайтын кезде нюансты сақтап пианоға қарай. Біріншінде ойнаған кезде. Жарайды ма? Екіншінде бұл келесі сөйлем болғандықтан, келесі. Фортадан бастағаның жақсы. Жарай ма? Өте барынша форта ойна. Форта. Крещендо ставимся. Крещендоға алып келіп барып жасауымыз керек. Форта дейміз. Енді бәсеңдетеміз.
алғаннан кейін міне сол қолдамызда. Жарай ма? Кәні. Жоқ, қателестің. Бұл жерде 2-де 4, 3-те 4-тен кейін 2-де 4-ке. Жарай ма? Кәні. Бәрекелді, рахмет. Мынау фадан басқа ойнағаныңыз фа, соль, ля, си, до, ре, до, си. Бұны ойнаған кезінде барынша бұл осы 3-те 4-тен 2-де 4-тің барлығын тек фортада ойнаймыз. Ми, ля, ля, бұл да форта болады. Жағдай ма? Екіншіге түсетін кезде пиано аламыз. Екеуінде айырмашылық болу керек, жақсы ма? Кәні? Таза алайық, ана миға таза түс. Жоқ, артық нота кетіп қалды жаңа жерде. Жарай ма? Сана ойна. Ритмін сақта. Басын басана, фадан бастаймыз, таза. Артық қой дәулет, оның артық қой, фа, соль, ля, си, міне. Жарай ма? Таза ойнай. Пиано жоқ болды ғой. Бәрекелді. Mi, ля, ля. Крещен жасаймыз, вилка жасаймыз осы жерде. Жоқ, кешір. Бұл жерде де тағы да 2-де 4 размер сақтаймыз, жарайды ма? Сен түскен кезде артық ноталар ойнап қойып жатсың, міне. Жарайды ма? Соңғы жағы. Жоқ, артық қой дәулет. Раз, и, вот, бірден кетеміз содан. Раз, и, два, и, раз. Вот, енді соны пысықтап жүрейік, жаңа жерімізді қайтадан. Фа, соль. Бәрекелді. Бұл жаттағансың, бірақ өте шиді. Размерлерге көп мән беру керексің. Жарайды ма?
сосын динамикалық акценттерге, нюанстарына көп мәнді. Қай жерде форте ноталарда крещендосын, диминуэнді, сонысын жаса. Сосын ортасында до, си, до, си. Бұл жерде фаршылықпен алғаның бір жерінде бір фаршылығын реден фаршылықпен түскенің жақсы болады. Жарайды ма? Дәулет, бізде бүгінгі жаңа тақырыбымыз Арам Хачатурянның Каина бөлек мен Визгин биі. Бұның би жанрында жүреді. Визгиндердің би жанрында жүреді. Және де темпі өте жылдам болады бұны. Біз қазір орташа темпте кішкене талдап көрейік. Басында бізде фортепианоның 4 тактымыз бар. Одан кейін сіз түсесіз. Жарайды ма? Кәне бассаңыз. Кешір, октава жоғары. Жоқ. Басындағы 2 нотаны ми оны. Оң қолмен ал, екеуін деп нәрсе. Жарай ма? Кәне? Жоқ. Алма кезек болады. Одан кейінгісі ары қарай алма кезек болады. Қолдарын жақсы ма? Ойнайды. Ары қарай, әрші. Си, до, си, ля. Репризаны қайталаймыз сосын тағы да. Мына репризадан бастап. Тағы да ойнайыншы. Басынан бастап. Кәне. Бәрекелді. Мына әр ойнаған кезінде бірінші 2 нотасы басындағы ми, ре, до. Осы 2 нотасын оң қолмен аласың, жарай ма? Оң қолмен аласың, сосын қалған кезінде ары қарай алма кезек кететін. Сосын түсінікті ғой, кәне. Дауысын шығар. Аха. Бәрекелді. Енді екінші рет ойнаңыз, репризаны қайталайтын кезде, жоқ, екінші қайталайтын кезде мынау нюансын қараймыз. Пианода екіншісінде. Біріншісінде форте ойнаймыз барынша. Енді пиано. Түсінікті ме? Давай кет. Фортедан бастаймыз. Бәрекелді. Енді пиано. Жаққа қарай келеді. Енді меце форте редан бастаймыз. Бәрекелді. Осы жерде крещендо жасаймыз. Қайталаймыз. Жоқ, екіншінде пиано болады. Тағы да. Жоқ. Осы большой трюльді ойнаған кезде, үлкен трюль дейтін, үлкен трюльді ойнаған кезде, бұның мына үлесі бірінші, үшінші, бесінші үлестеріне түсу керек. Сонда арасы жақын болу керек та, бір-бірімен бірдей болу керек арасы. Жарай ма? Трюль ойнағанда. Түсінікті ма? Сенікі бүйтіп отыр. Олай пункттер сияқтыңыз, былай нана. Арасы жақын болу керек. Жарай ма? 1, 3, 5-ші үлестерінде ойналады. Кәне кеттік. Вот, бәрекелді. Тағы да. Екінші пиано. Ары қарай. Жоқ, сен тағы да ритмически дұрыс емес болып жатыр. Жақсы ма? Сенде мынандай отыр. Ондай емес. Бұл жерде бәрінде бірінші, үшінші, бесінші үлестерге болатыны.
Жақсы ма? Не жасама, арасын кешіктірме міне. Сен бүйтіп былай істейсің міне. Ондай емес. Жарай ма? Кәні көр. Жоқ, осыны. О, міне. Вот, екіншісінде дәл сондай. Дальше. Қолды жаңағы дұрыс жасадың ана жерде. О, солай алып кетеміз, жақсы ма? Бәрекелді. Енді трюельмен жаңағы үлкен трюельміз. Жақсы. Бәрекелді. Осыны енді деминуэндеден бастаймыз. Мынау келесі бұл грамматикалық грамманы анау неге дейін баруымыз керек. Мына жердегі лядан екінші октаваның анау ми бемольға дейін, мына миға дейін жеткенше крещендо жасауымыз керек, иә? Жарай ма? Қазір осы жерден именно осы жерден баста. До си до, до си до. Бәрекелді. Бұл енді ары қарай дәл осымыз жаңағы реприза болып қайталанады. Басында ойналғандай. Тек октава төмен қайталанады. Жақсы ма? Сен қайтадан мына жаққа кетсең, октава төмен ойналады. Ми фа соль. О. Енді мынада октава төмен ойналғанымыз, енді мына жағында жоғарыланады. Октава жоғары. О. Бәрекелді Дәулет, бүгінгі сабағымыз өте жақсы деңгейде деп өтті деп ойлаймын. Бізде уақыттың тығыздығына байланысты. Енді саған үйге тапсырма беремін. Мына қалған жақтары дәл осы басындағы реприза қайталанады. Тек аяқ жағында кішкене өзгешеліктер болады. Келесі тапта оған тағы да тоқталып өтемін. Жарайды ма? Саған үйге тапсырма. Мына үлкен трюельдерді метрономменен бірінші, үшінші, бесінші үлестеріне келтіп дұрыстап ойнап отырыпты, жақсы ма? Андай арасы бірдей болу керек оның трюельдің, үлкен трюельдің. Жарайды ғой? Осы трюельге көп мән береміз. Сосын әр шығармада ойналған кезде репризада көп тұрсын. Бірінші репризада форто, пиано екеуін өсіп қалған. Бірінші реприза ойнағанда форто ойнайсың, екінші репризасын қайталайтын кезде репризаны пианоға түсесің. Жарайды ма? Сосын үлкен трюельдерге өте мұқият бол. Жарайды ғой? Сосын қолыңда қойылған кезінде постановка, жаңа неңде ойнаған кезінде осы екі нота, алғашқы екі нотаны оң қолмен алуды ұмытпа. Сосын ары қарай алма береді. Бәрекелді. Құрметті ұстаздар, студенттер, менің бүгінгі ашық сабағым осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.